Күнделік кезетте үй тапсырмасын беріп, қалай 100% қыламыз? Біз алдымен порталға кіріп алайық, логинімізді жазамыз, паролімізді енгіземіз және кіру батырмасын басамыз. Біз міне өзіміздің жеке кабинетімізге кірдік. Енді мектеп, одан кейін есептер батырмасын басып, төмен қарай түсіп, мына сол жақ панельде орналасқан мектеп батырмасын басайық. Енді біз бұл жерде өзіміздің пайызымызды алдын ала көріп алайық. Мысалға, бүгінгі күн және бүгінгі күнге дейін аралығын қарап шығайық. Есептерді құрастыру, міне осы батырманы басқаннан кейін бізге дәл осындай бет пайда болады. Міне мына арада өте уақытылы толтыру пайызды. Бұл жерде менде 50% көрсетіп тұр. Себебі мен бүгін 2 сабақ өткенмін және біреуіне үй тапсырмасын бергенмін, екіншісіне үй тапсырмасын бермегенмін. Сондықтан 50% менде жетпей тұр. Енді журналдарға кірейік. Күнтізбелік жоспарлау. Burada аты жөніміз, бүгінгі өткізілген сынып және пән. Қарау батырмасын басамыз. Енді бұл жерде біз бүгінгі міне өткізілген тақырыптың тұсын қарап шығайық. Мына арада 2-де 4 деп тұрған жер үй тапсырмасын мен алдын ала бергенмін, сондықтан ол есептелмей тұр. Тек бүгін ғана толтыруымыз керек. Мен сондықтан нүкте қойып кетейін. Міне нүктені қойдым. Енді Enter батырмасын басып шығамыз. Енді қайда бақылап көрейік? Ол үшін есептер және төменгі жақ, сол жақ панелінде мектеп батырмасын басып, тағы да біздің пайызымызды байқап көрейік. Міне бүгінгі күн және бүгінгі күнге дейін аралығын тағы да қарап шығамыз. Міне есепті құрастыру және өзіміздің тұсымызды тағы да қарап шығамыз. Міне менде 100% болды. Бүгін 2 сабақ өткенмін, соның мен біреуіне қоймай кеткен екенмін. Яғни үй тапсырмасын бермей кеткен екенмін. Нүктені қою арқылы менің міне пайызым 100% болды. Енді біз алдыңғы сабақты қалай, өтіп кеткен сабақты қалай 100% қыламыз? Соны қарастырып көрейік. Ол үшін жұмыс үстелінің төменгі жағында сағат бар. Сол сағатты басайық. Төменгі жақ оң жағында және осы жерден күнді өзгертеміз. Астыңғы жағында міне изменение деп тұр. Соны басамыз және өзгерту. Күнді өзгертейік. Burada мен алдыңғы аптаның бірі күні, мысалы менің сабағым қалып қойған, соны өзгертіп көрейін. Бұл жерде біздің компьютеріміздің сағаты өзгерді. Біз сол аралықтағы үй тапсырмасын тағы да бір қарап шығуымыз керек. Міне жаңағыдай тағы да аты жөніміз таңдаймыз. Сол күні өткізілген сыныпты таңдаймыз және пәнді таңдаймыз. Қарау батырмасын басамыз. Мен де мысалға міне сағатты бірі күнге өзгерттім. Мен енді бірі күнгі сабақтардың үй тапсырмасын тұсына нүкте қойып кетуім керек. Міне нүктені қойдым, Enter батырмасын басамыз. Міне осылай қалып қойған сабақтардың барлығын күнді өзгерті отырып қарап шығамыз. Мектеп, одан кейін барып мен бірі күн деп жаңа өзгерттім. Бірі күнгі сабақтың үй тапсырмасын бердім. Бірі күнгі есепті қарап шығайын. Міне мен өзім түсімді қарайтын болсам, менде тағы да 100% шығып тұр.